TGV студиясы ұсынады. Көгінде талан қандай кең едің, шаттық таусыз көңілге өлең айтып келемін ай. Айхай! Дүние байлық менде жоқ, мендегі қулық сенде жоқ. Айхай! Ақыл менен алдайсың, мендей адам елде жоқ. Айхай! 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 Мен саған қанша рет айтамын, асыққан шайтанның ісі деп. Ал біз сонда кім болғанымыз? Біз шайтан. Мына екеуі қайдан? Керемет шықты, ө? Өсірініңді. Не болды? Ұйықтап жатқан шығар? Түрім өзі? Түрін қараш, аштан өлген сияқты. Онда тірілтіп алайық. Қайтесің тірілтіп? Жата берсін. Кел бері. Түсіндің ба? Ес! Ай! Ей, не болып саған? Неге тебесің? Өзің қой, құйрығымды бұл. Қайсенгенің менікі. Не деп тұр? Кім бұл өзі? Қандай қырғын шайқас еді? Ей, неге тоқтап қалдыңдар? Ей, мынау жаңағы өліп жатқан адам ғой. Осы емес пе ортамызға от салған? Әссаған. Адамдарды азғыратын біз ба десек, қарапайым адам бізді қатырды ғой. Қарапайым несі? Әйгілі қу, алдаудан алдына жан салмаған, алдар көсе мен балам. Ой, дейт деген ай. Бізге де осындай жігіт керек емес пе? Алдар көсе? Аты да мықты екен. Сонымен не демексіңдер? Менен сендерге не пайда? Бұлай, бәлен деген жерде түген деген ауыл бар. Сол ауылға барып... Жоқ, мен ешқайда бармайын. Өздерің бара беріңдер. Неге? Аш бала, тоқ баламен ойнамай. Ас қазаным ас көрмегеніне 6 күн болды. Алдымен мені тамаққа тойдырыңдар. Тамаққа тойсам, барасың ба? Сөз жоқ, бара. Ой, ол жағын қатырамыз. Түлен? Ой, қазан, қазан. Қасымызға. Кел қазан. 90 түрлі тамақ жоқ. Тоқатарын айтыңдар. Ой, маған сол 5 табақ беш бармақ, қазы қарта, жау жая, 4 табаннан, 1 сабақ қымыз, 1 самаурын шай болса жетер. 1 самаурын шай? Қалғаны керек емес. Айн, момент. Сонымен, түген деген ауылдың берекесі кіріп, ынтымағы жарасып тұр. Сондықтан сол ауылға барып, адамдарын азғырып, араларына іріткі салып, берекесін қашырып, қызығына қарқ олайық.
Мен ол ауылды білем. Бірақ оған жетем дегенше саршап шалдық бітеміз ғой. Енді не істейміз? Жаяу жүргенше бір-бірімізді арқалап барайық. Дұрыс. Бірінші сен бізді арқалайсың, сосын біз сені арқалаймыз. Жоқ, оларың болмайды. Тоқта, қайда қашып барасың? Онда мен сендерге Шарик-Марик ойынын үйретейін. Шарик-Марик? Бұл не бәле? Нағыз шайтандардың ойыны. Жеңілгенің бірінші арқалайсың. Ал шайтандар, қимылымды байқаңдар. Құлығымды асырамын. Мына құртты жасыра. Әле кетті домалап. Міне кетті домалап. Қабыңдар шұбалап. Қайда кетті домалап? Мен бірінші. Жоқ, мен бірінші. Мен. Жай, көрсетіп жағаныңды. Мынау. Айттым ой таба алмайсың деп, құрт мына кесенің астында. Ал ұтылғандар. Шу. Кет. Барғанша бір өлең айтып берейін. Сол өлең біткенде менің кезегім келеді. Сөйлеп жүр алдымда. Әллеулейлім, әллеулей, 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 әллеулейлім, әллеулем ой, әллеулейлім. Мына өлең қашан бітер? Өлеңнің қайырмасына келді. Әллеулейлім, әллеулей, әллеулейлім, әллеулей, әллеулейлім, әллеулей. Тасасаң күленің кезегі келді. Бәллеулейлім, бәллеулей, бәллеулейлім, бәллеулей, бәллеулейлім, бәллеулей, бәллеулейлім, бәллеулей. Ей, көше, сен бізді алдап соқтың. Бізді не, ақымақ дейсің бе? Оу, ренжіп қалдыңдар. Ауылға да жетіп қалып едік қой. Қазір сазайыңды береміз. Мұрныңды кеп. Сүйегіңді шаш тастаймыз. Бер таяғыңды. Көрейік өнеріңді. Екеуіңнің біреуге жабылғандарың жұрттан ұят болатын шығар. Күркенің ішіне кіріп төбелесейік. Бізге бәрібір. Жүр кеттік. Ұят деген не? Не қыласың? Шайтандарда ұят болмайды. Көше, тоқта, сен бізді тағы да алдадың. Таяқтарыңды дамасың. Жарай. Жеңілген күреске тоймайды. Бірақ мынау жер шаң болып кетті. Далаға шығып төбелес. Бұл белгенің не пайда? Бірлік керек болды.
Зұлымдықты айла мен жеңе білу деуіне. Солай ма балам? Бұл болсам да қаншама озбырлыққа бармадым, кедейге қолқа салмадым, тек сараңды алдадым, ай-хай! Алдар көтсе мен болам, шайтанды да алдам, ай-хай! Meni ko'rgin shaytonning dariqo'ta qolmagan. Ay hoy! Ay hoy!